наурыз тойын көңілді бірге қарсы алайық. Осыншама жақсылық алып келген наурызым, төрлет бізге нұр беріп, шуақ шашып ақ жүзім. Шалқытып мерекеде ән салайық, би-билеп ән-өнерге тамсанайық. Арызбен ертеңмен бізге жеткен наурызды қонақтарды қарсы алайық.
Ваши бурные аплодисменты мы приглашаем генерального директора Фонда развития социальных проектов Самрұқ-Қазына Трust, уважаемого Альфию Давлеткалиевну Айдееву и директора фонда Замандасов Садин, всеми любимую Ляззат Юлюбаевну Аушинову. Встречаем, друзья! Құрметті қауым, қош келіпсіздер. Өте қуаныштымыз сіздерді бүгін осы 49-ші мектепте, осы залымызда қош келдіңіздер. Біздің наурыз мерекеміз былай кішкене кештеу болды, оған біраз себептер болды, бірақ бүгін бұйырған күнде жиналып қалыппыз. Соған өте қуаныштымын. Кешірім сұраймын сіздерден, жаңа кішкене кешірек бастадық, оған бір себеп болды. Кешірерсіздер, біз бәріміз бір жанұямыз ғой, замандас жанұясы. Сондықтан бір-бірімізге сөзбен, шырпен, сыйлықпен қарайық. Мына кішкентай қазір сәбилеріміз, балаларымыз, жасөспірімдеріміз осы сахнада 2 жыл бойы шықпай, бүгін шығып отыр. Сол былай кішкене поддержите наших детей. Өте қуаныштымын, өзім бүгін кішкене енді бір кемшіліктеріміз болса, сол кешірерсіздер. Енді қазір сөзімді біздің демеушілеріміз Самрұқ-Қазына Трастың басшысы Альфия Давлеткалиевна беремін. Рахмет, Ляззат ханым. Қайырлы күн барша қонақтар. Кешірім сұраймыз, мен өзім бұл қаладан емеспін. Осындай үлкен дүркін той, осындай алыс жерде өтетіндігін, уақытты шектеуін білмеппіз, сондықтан кешіріп қалдым. Сіздерден бас иіп кешірім сұрағым келеді. Мынау тойдың ештен кеш жақсы дейді. Ортаға апта салып, әз наурызымыз қазақтың ұлттық мейрамын бүгін сіздің орталарыңызда тойлап жатыр екенсіздер. Құттықтаймын, бүгінгі шара сіздерге жақсы көңіл күй сыйласын деп тілеймін. Енді мен білуімше осы жерде мынау талантты, өнерлі балаларыңызды сахнаға шығарудасыздар. Бұл үлкен қадам бала үшін. Сондықтан құтты болсын, балаларыңыздың талаптары оңынан болсын. Тек қана ана мен әке болып сіздер жанында жүріп, осы балаларыңызды қолдау танытып жүріңіздер деген тілек айтқым келеді. Енді Самрұқ-Қазына Траст әлеуметтік жобаларды қаржыландыру қорына келетін болсақ, біздің қор мынау еліміздің өркендеуіне үлкен үлес қосуда. Яғни әртүрлі әлеуметтік осал топтар дейміз, әлеуметтік маңыздылығы бар нысандар дейміз, шаралар дейміз. Осы шаралардың барлығын жүзеге асыруда халықтың өркениеттілігін, өнердің мәдениеттілігін көтеру тарапында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Міне осы жұмыстардың барлығы да қоғамда белсенділігін танытқан Ляззат Елубайқызы сияқты азаматтардың әдістері мен қызметке деген сүйіспеншіліктерінің арқасында. Сондықтан бір добыл шапалақты осы кісінің еңбегіне деп сұрағым келеді. Самрұқ-Қазына Траст қоры тек қана осы Астана өңірінде емес, Самрұқ-Қазына қоры Қазақстанның өзге де өңірлерінде балаларды қолдау мақсатында үлкен жобаларды жүзеге асырады. Өздеріңізге аян, биыл 2022 жыл бұл балалар жылы. Сондықтан биылғы жылы осы біздің ертеңгі болашағымызды құратын, ертеңгі ел тізгінін ұстайтын мына өскелең ұрпақтың дамуына, өскелең ұрпақтың өркениетті мәдениетті ортасына қалыптасуына біз барынша өз үлесімізді қосамыз. Ал сіздердің тарапыңыздан тек қана қолдау. Сондықтан баршаңызға рахмет. Мына өнерді көрсеткен немесе елді көрсететін балаларға үлкен рахмет. Тек қана бақытты балалық шақ тілеймін. Аман болыңыздар.
Причем у каждого народа они были свои. А когда-то в степи, в женской красоте ценили очень тонко и ценили весьма высоко. В древних легендах и сказках на описаниях женской красоты не жалели красок. Самым главным признаком женской красоты были волосы. Да, именно так. Длинные, черные, густые и шелковистые. И чем они были длиннее и чернее, чем гуще и шелковистее, тем девушка считалась красивее. Uzun qara qalın şaş. Менің ойымша, біздің ата-бабаларымызды үлкен қара көздер таңғалдырған. Кірпіктері түйген кірпігіндей, ұзын және қалың болған. Ал қастары қиылып жартайға ұқсаған. Әсіресе бәрін әсер еткен осы шығар деп ойлаймын. Әйелдер, қыздар туралы ертегілері мен аңыздары өте көп. Оларға өлеңдер мен әндер арналған, және көптеген сыйлықтар сыйланған. Соның тағы бірі Абай атамыздың қазақ қыздарына және өзінің сүйіктісіне ішкі ғашықтық шарасын білдірген өлеңі дәлел емес пе? И следующий номер нашего праздничного концерта тому подтверждение. Встречаем гитарный ансамбль с произведением «Көзімнің қарасы». Біздің мерекелік концертіміздің келесі нөмірінде соның дәлелі болу керек. Алдарыңызда «Көзімнің қарасы» Абай атамыздың шығармасын орындайтын гитара ансамблін қарсы алыңыз, достар. Көктем келді ауылға маңғырлап бұл, таң-тамаша дүние тамбырлап жүр. Көктем келді өмірдің келешегі, көкпен бірге төл, дүркіреп төл өседі. Сағым қызың қашып орамалын, азырса тентек жігіт жел еседі. Көктем келіп ауылға қыз көрікті, таң-тамаша дүние жүзгеніпті.
кетсеп те қайта келмейді, қоңыраудың сыңғыры. Балалықтың шаттығы ештеңе еш етпейді, үлкен болып өскенше ол жағынан кетпейді. Шыққан күн мен түн теңелген, малдың аузы көкке тиген, ырыстың басын қазақ елі ұлыстың ұлы күні деп атайды екен. Наурыз – праздник, отмечаемый народом из очень давних времен. Он происходит от персидского слова «наурыз», как новый день, день весеннего равноденствия. Наурыз мейрамы бір ай тойланады. Қазақтар бұл күндері бірін-бірі қонаққа шақырып, жаңа жылмен құттықтайды. Әр үйде неше түрлі тағамдар дайындалады, және де наурыз көже пісіріледі. Казахи в эти дни поздравляют друг друга с Новым годом и приглашают в гости. В каждом доме готовятся разные блюда и наурыз көже, а в наше время хорошим тоном принято дарить тюльпаны, символ весны. Встречаем воспитанники фонда «Мир равных возможностей» и танцевальная группа «Крымшуа».
оркестры Келеншик, соло гитары Алгат Талгат Алан. Ол көшпелі қазақ даласында өте биікте қалықтаған әннің қалай самаған туралы айтып береді. Ол өте төмен түсе береді, сондықтан да оны бәрі ести алады. Ал сол өлеңді естіген адам керемет музыкалық қабілеттерге дарытқан екен. Иә, әжем маған музыка ән туралы аңыз айтып берген. Меніңше, басқа елдің тұрғындары әлі күнге дейін халқымыздың музыкалық, вокалдық қабілеттеріне таңданыспен қарап таң қалады. Қанша жыл өтсе де, әжелеріміздің дауыстары әдемі, әуезді естіледі. Оған қазір көз жеткізесіздер. Тамашалаңыздар. I was
қалады. Бұл қылдақ күйлері туған жердің барлық сұлулығын көрсетеді. Қарсы аламыз домбырашылар ансамблі «Күй Сарыөзен». Буду солнце рисовать. Расскажу вам по секрету, что известно всему свету. Если к солнцу на листе приложить ладошку, сразу станет веселей и теплее немножко. Я
композиция Nirvana «Smile Like a Teen Spirit». Встречаем, друзья! Жасыл көктем келеді, самал беттен өбеді, көкте бұлттар көбейсе, мөлдір тамшы төгеді. Тамшы, тамшы, тамшылар, көгерді ағаш талшынар, тамшылардан өнетін тамаша гүлдер бар шығар. Көлде аққу, көкте қас, орманда бұлбұл сайраған, көптен күткен көктем кеп, құлпырып дала жайнаған.
сказки. Здесь аромат плывет неповторимый, от трав и пряностей букет неуловимый. Свежих фруктов, ягод и не счесть. Все, что растет, все на базаре есть. Где груши, яблоки, айва, хурма. Там обязательно найдется пастила. Висят ковры, пашоки, одеяла, кошма, алакизы и покрывала. А в каждой вещи есть особый вид. В них ярко выражен восточный колорит. Как пышен и ярок восточный базар, по вкусу любому найдется товар. И танцы красавиц, и схватки борцов, и мирные сказки седых мудрецов. Ты душен силен, золото, серебро, радостью рады друг, бросайте сон по лицу. Розы посуды, что харча и чину
Расцветай, наш любимый и солнечный край. В этот день поздравляю тебя, будь прекрасна, родная земля. Вокруг. И каждый здесь, и брат, и друг, согретые солнцем и тепло, а на урезе песню мы поем. Мы вместе
сегодня праздник встречали, пели, плясали и стихи читали. Наурыз нам праздник подарил, Наурыз нас всех объединил.
посвященный великому празднику.